Баршаларыңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін саңырауқұлақты қалай дұрыс қуыру рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен барлық саңырауқұлақтарымызды жақсылап жуып алатын боламыз. Салқын су құйып, отқа қоятын боламыз. Оның үстіне 2 ас қасық тұзымызды салып, бетін жауып, бір қайнағанша күтетін боламыз. Осылай бір қайнап шығады. Енді астын өшіріп, барлығын сүзіп алатын боламыз. Үлкендеу ыдысымызға суығанша сүзуге осылай сүзіп қойып қоятын боламыз. Енді ең алдымен мен қазанымды жақсылап жуып, сұйық майымызды құйып, үстінен картопты және пиязды қуырып алатын боламын. Осылайша пияз бен картопты турап алдым. Қатты жіңішке етіп тураған жоқпын картопты, орташа етіп турап алдым. Енді қызып тұрған майымызға картопымызды саламыз. Оның үстінен пиязымызды қосатын боламыз. Қозғамаймыз, осылайша бетін жауып қуыратын боламыз. Кішкене бір 10 минуттай қуырылғаннан соң бетін ашып бір қозғайтын боламыз. Енді сүзіп алған барлық саңырауқұлақтарымызды өте жіңішке емес, осылай үлкендеу етіп турап шығатын боламыз. Барлығын осылай турап шықтым. Өте жіңішке етіп турайтын болсаңыздар, езіліп кететін болады. Сол себептен осылай ірі етіп тураймыз. Енді картопымызды ашып, жақсылап араластырып, дәміне қарай тұзын қосатын боламыз. Осылай жартылай ғана қуырып алатын боламыз пияз бен картопты. Осылайша біздің картопымыз шала қуырылып шықты. Енді осының барлығын бөлек ыдысымызға салып қоя тұратын боламыз. Қазанымызды босатып, жуып, енді үстінен сұйық майымызды құйып, саңырауқұлақтарымызды қуыратын боламыз. Осылайша 1 сағаттан соң саңырауқұлақтарымыз осылай әдемі болып, қызарып, қуырылып шықты. Енді осының үстінен жаңағы картоп пен пиязымызды қосатын боламыз. Бетін 10-15 минутқа бетін жауып, дәміне қарай тұзын және қара бұрышты қосатын боламын. Бетін жауып, бұқтыратын боламыз. Осылайша 15 минуттан соң бетін ашып, дастарханға тартсақ болады. Өте ерекше, өте дәмді, жылдан пісіп шыққан біздің саңырауқұлақтан қуырдағымыз дайын болды. Достар, видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Сізде дәл осылай дайындап көріңіз, ас болсын.